бесінші есепте функцияның анықталу облысын сан жиыны арқылы жазып көрсету керек екен. Сан жиыны арқылы көрсету дегеніміз, бірінші бізде анықталу облысы d деген әріппен белгіленген екен. Бізде бірінші есепте fx тен 0,5x қосылған 4 функциясы берілген екен. Ал анықталу облысы сан аралығымен жазылған 0 мен 3-тің арасында жатады екен сандар. Енді осы анықталу облысын сан жиыны арқылы жазу үшін d тен бізде тік жақша болады, 0 мен 3-тің аралығында жатады деген жауап болады. Бізде тік жақша өйткені қатаң емес теңсіздіктің белгілері. Келесі екінші есепте fx тен 0,3x азайтылған 2 минус 2 және 1 аралығындағы анықталу облысын біз дәл солай тік жақшамен жазамыз, себебі қатаң емес белгілер. Минус 2-ден 1-ге дейін. Келесі үшінші есепте fx тен 4 азайтылған x функциясы берілген, ал анықталу облысы x кіші немесе тен, x үлкен немесе тен минус 2-ден дейді. Ондай болатын болса, біз оны сан аралыққа салсақ, x минус 2-ден үлкен дегеніміз, ол бізде минус 2 тік жақшада болады, плюс шексіздік жай жақшада жазылады. Себебі минус шексіздікте, плюс шексіздікте жай жақшамен жазылады екен. Енді мына есепті біз сызып көрсетсек те болады. Минус 2 бізде қатаң емес болғандықтан кейін боялады. Үлкен белгісін көрсеттік. Демек, плюс шексіздікке қарай кетеді. Мына x-ті бірінші жазып алсақ та болады екен. Төртінші есеп fx тен x қосылған 1 бөлінген 4 бөлшегі берілген екен. X кіші немесе 3-тен. Кіші немесе тен 3-тен дейді. Оның да сан аралығына ұзақ болады. Онда 3-ті біз бояймыз, себебі қатаң емес. Және кіші аралыққа кетіп барады. Демек, минус шексіздік деп айтамыз. Онда анықталу облысын d тен минус шексіздіктен 3-ке дейін тік жақша жазамыз. Неге біз минус шексіздікті тік жақша емес дедік? Себебі шексіз көп сан бар бізде. Минус шексіздікте де, плюс шексіздікте де оның именно қай саны кіретінін біз білмейміз. Сондықтан жай жақшамен белгілейміз. Рахмет, келесі есепке көшейік.